Hey yo, бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен қазақ апты. Қалайсыңдар достар? Я достар, бүгін біз сендерге оқушы өмірінің жалғасын айтатын боламын. Яғни білесіңдер, менің анамда оқушы өмірі деген 2 бөлімнен тұратын сериал бар. Оның жалғасын істеуге болатын еді, бірақ ол картаны мен таппай қалдым. Сонымен мен оқушы өмірінің жаңа маусымын түсіндірдім. Сендерге бүгінгі бөлімде бәрін егжей-тегжейлі дұрыстап түсіндіретін боламын. Достар, мен інім ғой енді. Достар, бұл бөлімде мен өзім видео түсіріп жүрмін, яғни өзім блогер ретінде көремін. Және оқушы ретінде біздің мектеп осы новый қала. Бірінші бөлімде мен тағы новый қалаға көшіп келдім деп айтатын боламын. Және де видео барысында мен оның не үшін екенін айтып кететін боламын. Көрдіңіздер, әзірге спойлер жасамай ақ қояйын сендерге. Қала осы, сендерге кішігірім көрсетіп шыға салайын енді. Үйлер көп қояқты. Менің үйім анау болады. Осы үй, менің көлігім бар. Әзірге осы. Но менің арнайы бөлмем, және видео түсіретін. Оны менің жатын бөлмем. Душ. Мен модтарымды жаңартым, білесің. Енді оны соңғы видеодан айтпақшы сендерге достар, менің соңғы шыққан видеом қатты ұнапты. Кухня. Сондықтан мен енді ауылдағы өмірдің келесі сериясы енді әзірге шықпайды ау деп ойлаймын. Өйткені ол картаны біреулер, кім екенін білмедім енді, біреулер ол картаны хакерлер етіп алды. Яғни ол карта жоқ қазір менің Майнкрафтымда. Сондықтан өкінішке орай мен ауылдағы өмірді жаңадан бастаймын. Ауылдағы өмірді жаңадан бастаймын, жаңа ауыл. Яғни сендерге менің атымнан 1 сағаттық видео. Мүмкін болса 1,5 дегендей ғой. Қысқасы, видеоның тақырыбына осылай. Сендерге кішігірім спойлер жасап кетейін. Бұл жерде менің достарым, мұғалімдерім бәрі шетелде ғой. Ең шетелде скин бар, соларды кіммен қарай былай істеп аламыз енді. Солай. Мен негізі әлі қосатын модтарым бар, негізі әлі. Негізі сондықтан ойбай. Мынау менің көлігім. Осылай. Негізі басқа үйді алмадым десеңдер. Осы менің мектебіме жақын болды. Шын өмірде де менің үйім мектебіме жақын. Сондықтан мен осы үйді ала салдым. Ал этаж үйлерде жақын ғой десеңдер. Қысқасы қинағым келмеді деген не. Өзімді қинағым келмеді, сол үшін. Лайкты алуға болады еді негізі. Үлкен бұның мебелдері көп болады. Ауыстыруда ашауға. Олмай сондықтан тиіспей қойын. Осылай. Ойбош. Не болды? Осылай сендерге осы үйді көрсетіп
Bu mening bir do'stimning uyi bo'ladi bu. Hatta da'vosi istilyapti, injimasini, istilsa. Injimende. Tipa vokzal yo'qdi. Osmay. No, ne o'zi? Isni birinchi bo'limni tipa ko'rsatib keting. Mana o'zi vokzal bo'ladi. Vokzaldan tushsam tipa o'tayim, telefondan so'rashdi. Uyga boram degan yo'q. Aytmoqchi bo'ldim seni bir ko'rsatib ketasan. O'sha bo'limda ko'p ko'rdim o'zi. Mana connected decoration. Zaten tanımda sakız. Router'le computer, telefondan ne aytgan. Kompüterdeki modlarım. Пультем. Или можно было и уянсам на мультикта осында мультикта басқасы. Не бір көрсетіп шығайын енді. Мен сценарийді жазып жатырмын, ойланып жатырмын сценарийді. Сценарий не болады деп. Енді қазіргі жазып жатқан сценарийді былай. Мен келем, мектепке көшем, яғни көшіп қойдым. Мынау мамалармен көшіп тұрады. Мектепке келем, бір-екі сәр мен мектепке бармаймын. Дайындаламын, жұмыс істеймін. Сондай сияқты ғой енді. Ал үшінші сериядан бастап мен мектепке барамын ғой. Бош. Мазамды алып кетші достар. Достар, айтпақшы, менің TikTok'та қазақ деген аккаунтым бар, соған тіркеліп кетсем де болады. Және де жақында менде YouTube'да стрим болады. Соған да кіріп кетесіңдер деген ойдамын. Biz 14 подписчикке жетіппіз. Олар достар 6 подписчиктен 20-ға жетеміз. Сондықтан тезірек 6 подписчиктер келіпті. Алдыңғы видеода актив жестко болды. Және де келесі жолы, ендігі жолы да осы видеоға актив сондай пыталатып, лайктатып, пыталатып тастайды. Солай достар. Солай болады. Типа сондай болады енді. Сонда бір экшен болады сатып. Мен мектепте бір баламен ерегісіп қалам ғой. Типа бір баламен ерегісіп қалам. Өзім батандарын шақыратын ғой. Мен өзім батандарын сосын досым шақырам. И сценарий бойынша потолок. Мен досым келмей қалады. Мен батандарым келмейді. И анам батандарына қарсы мен жалғыз өзім шығам. Типа сценарий солай. Сценарийді өзім жазып жатқан жоқпын, біреумен бірге қосып жазып жатырмын енді. Солай болады енді. Егер сценарий өзгермесе, сценарий бізге ұнаса, сол күйінде қалады. Егер сценарий өзгеріп жатса, мен тағы сол туралы айтатын боламын. Және де бұл жолғысы бір қызығы, мен осыған трейлер жасаймын. Осы маусымға. Трейлерге подарка менің атыма. Болсын. Содан бәрін көріп кете аласыңдар сендер. Яғни мен видеоны алдына жазып қоямын.
сол трейлер арқылы көрсін. Трейлердің не екенін біледі, жасын оны түсініп бітудің қажеті жоқ. Фильмдер алдын ала көрсететін не шағын видео. Ол кем дегенде бұл 10 бөлімнен тұрады. Кейін мен сол ерегістен кейін досыммен ше не ғой айырылысып бітем, яғни дос болмай кетем ғой. Мен қасыма игрок алайын десем, менде Майнкрафт аккаунт жоқ. Сондықтан менің серверіме, яғни миыма ешкім ешқашан кіре алмайды. Себебі Майнкрафт аккаунт болу керек. Атымнан шыны. Мә, атымнан алып тұрсы. Оқтайма. Мә, атымнан алды. Ебай, достар. Балық. Мылтық атымнан алды. Демек, төбелесетін сценарий дубинка және пышақпен болады. Мен сіздерге сол жерін айтып бере салайын. Той болады. Бір негізгі екі платформаға қалады. Неге маш бұл? Қоқандан бір-біріне шаштаймын. Бүгінде бита болады. Жама қылайын. Олы мен бір атанда галем ұқып қоям ғой. Мықты ма? Галем ұқып қоям ғой. Аналарды көрмеп шығып қоям ғой. Сонымен қалтамнан не шығармын? Қылышты шығармын ғой. Женезден қылыш шығармын етішті. Егер алдағы уақытта мылтықтан атылып кетіп жатса, мылтық сценарий болады енді, мылтықпен сценарий видео болады енді. Короче, солай. Және көлікпен бір қыдатып қайтайын ал. Сен қатақ болды ғой. Ойбай, ойбай. Мен төмен қалып. Кеттіға үйге қайта. Маскпенен бақаменен объемоның үштіріз. Менде оттық бақаменен сондықтан емес бақташам. Келесі видеода достар, мен сендерге өзімнің модтарыма обзор жасап кететін боламын. Егер қаласаңдар, осы видеоға 5 лайк, 10 лайк жинап тастайық. Или 15 лайк. Яғни 5 лайк болса, немесе 5 лайктан асса, мен өз модтарыма обзор жасаймын, және қандай нелерден тартуға болатынын айтамын. Яғни қандай приложение, сайттың. Осы сендерге обзор ұнады деген ойдамын. Келесі маусымға сендермен болған мен қазақ автор. Қош, сау болыңдар.